Hi everyone. Welcome to the rubric Did you know? Армысыздар, қадірменді көрермендер. Бүгінгі біздің кезекті сіз білесіз бе айдарына қош келдіңіздер. Бүгінгі айдарда біз сіздермен ағылшын тілінде кеңінен қолданылатын көптеген тұрақты тіркестерде, көптеген фразалық етістіктерде қолданылатын get бұрыс етістігінің 3 қолданылу жолымен танысатын боламыз. Бірінші қолданылу жолы arrive. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда жету деген мағынаны білдіреді. Мысалы, he got to the bus station in time. Ол автобус аялдамасына уақытында жетті. Екінші қолданылу жолы become. Болу немесе бір қалыпқа түсу. Мысалы, I got tired now. Мен қазір шаршадым, яғни шаршау қалпына түстім. Және үшінші қолданылу жолы receive. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда алу, қол жеткізу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, he got a laptop for his birthday. Ол туған күніне ноутбук алды. Міне, осындай ағылшын тілінің қызықты ерекшеліктермен әрқашан таныс болып жүрейік, құрметті көрермендер. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Goodbye, see you later.